Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хит болған синнабон булочкаларын мен де жасап көрдім. Қажетті заттардың барлығын описаниеде қалдырамын. Булочканың атын бассаңыз, қажетті мөлшері, көлемі барлығы шығады. Ең алдымен жылытылған сүтке бір ас қасық дрожжи қосамыз да барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Апара шығу керек. Шамамен 10 минуттан кейін апара толық шыққаннан кейін үстінен ерітілген сары майды және де жұмыртқаны қосып, қалған қантты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен міндетті түрде ұнды елеп салу керек. Осылай бірден барлық ұнды салудың қажеті жоқ. Шетінен 2-3 бөліп салып, біріншіде қасықпен осылай араластырып, кейін қолмен жақсылап қамырды илеп алу керек. Соңында қамырдың үстінен 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап қамырге сіңгенше илеп, пищевая пленкамен жауып, матамен орап, жылы жерге қоямыз. Мен духовканы қыздырып, кішкене салып қойған едім, қамырым өте жылдам көтерілді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Енді қамырды жайып алуымыз керек, мүмкіндігінше төртбұрыштап жайғанымыз дұрыс. Сосын бөлме температурасында еріп тұрған сары майды бетіне жағып шығамыз қамырдың. Тегіс барлық жеріне тегізіп жағамыз. Оның үстінен қант себеміз. Қантты да барлық жеріне тегізіп себу керек. Корица да қосуға болады. Енді әркімнің өзінің қалауы бойынша. Менің балаларым корица жемегендіктен мен салмадым. Сосын қамырды тығыздап орауымыз керек болады. Жіптің көмегімен видеода көрсетілгендей етіп, осындай қалыңдықта кесіп аламыз. Енді пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ жіппен өте оңай және де әдемі болып шығады екен. Алдын ала майланған противенге булочкалардың ара қашықтығын сақтап саламыз, яғни біріне бірі сіңген уақытта жабысып қалмау керек. Бетін матамен жауып, тағы да 10-15 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкаға, яғни 180 градуста қыздырылған болу керек, 25 минутқа қоямыз. Ол пісем дегенше біз помадкасын дайындауымыз керек. 30 грамм сары майға 100 грамм менде творожный сыр, соны қосып, үстінен кішкене сахарная пудра қостым, шамамен 2 ас қасықтай барлығын жақсылап араластырдым. Ыстықтай бетіне жағып шығасыз. Өте дәмді болып шығады. Егер сізге рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.